Бүгін сіздермен өте дәмді және тез дайын болатын бананды пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің пирогымызға керек заттардың барлығы көрсетілген, ал мен қанша грамм екенін төменге жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ең бірінші сары майымызды құрғақ ыдысымызға салып қыздырамыз. Үстіне шоколадымызды саламыз. Ыстық майдың үстінде біздің шоколадымыз еритін болады. Біраз уақытқа қалтырамыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, әппақ көпіршік болғанша араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне сары май мен шоколадты массамызды құямыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Бананымызды алып, шанышқының көмегімен осылай езіп шығамыз. Бананымыз жұмсақ және пісіп тұрған болса, біздің пирогымыз дәмді болып шығады. Бананымызды қатты ұсақтамаймыз, біздің пирогымыздың ішінде дәмі білінетіндей болу керек. Үстіне бананымызды қосамыз. ұн мен қопсытқышымызды елегіштен өткізіп қосамыз. Қамырымыз басылып қалмайтындай, осылай астыдан үстіге қарай жақсылап араластырамыз. Мен үстіне 50 грамм грек жаңғағын қостым. Сіздерде қосып көрсеңіздер болады. Кез келген дән қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Формамызға құйып 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Піскен пирогымыздың бетіне мен қант ұнтағын септім. Өз қалауларыңыз бойынша крем жақсаңыздар да болады. Тіптен кремсіз де өте дәмді болып шығатын пирог жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.